Біздің қазақта туған жерге туыңды тік деген сөз бар. Еліңе, жеріңе қызмет еткен жақсы, бірақ туған жер бір ауылдың көлемінде ғана ма? Ауыз бірлік. Қараса, ат басынан оза дұшпан, күншілдің көре алмайды көз алыстан. Жігіттер, туған жерге туыңды тік, біл, бірақ туған жерің Қазақстан. Алатау, Атырау да арқа демес, бір тұтас болсаң иең тарқа демес. Жүрегі бар қазаққа бірдей соққан, дағдарыста қалмайды дархан елеш. Бүйрегі бұра тартып толқығандар, кетеді бөлінген соң еркі қолдан. Ұрушыл, жершіл болып қалыптасар, жүректе мансапқорлық ерті бар жан. Отаншыл бол, кеудеңде от бар болса, ортада жүр оңаша қап қалғанша. Бөліну мен бөтендік қалағандар бөлшектене береді жоқ болғанша. Оларға айт, сендерді бар бейнеттен Алла құтқарады. Сонда да сендер серік қосасыңдар. Әнғам сүресі 64. Өзіңді ойладым. Көңілімді күздің бұлты басқанда, көзімнен ерке күлкі қашқанда, Нәурізек сынды нәзік сезімнің күлтесін ызғар жұлқып ашқанда, мейірбан Алла, өзіңді ойладым. Тұқыртып тұрмыс қыспақ қалғанда, қабағында мұң қыстап қалғанда, қолды бір сілтеп іш тартқандарға керуен тартқан құстармен бірге жылы жақтарға ұшпақ болғанда, жарылқаушы тәңірім, өзіңді ойладым. Көңілдің көлі лайланғанында, ұршықтай басым айланғанында, көрмеуге лайық көкелерімнің көлеңкесіне байланғанында, құдіретті Раббым, өзіңді ойладым. Сағым бір сынған сағаттарымда, сабалтын сапы жоғалтқанымда, арқардай менің арда достарым арқасын бері қаратқанымда, жаратқан ием, жаппар Құдайым, сен болдың жалғыз дәрмен тірегім, өзіңнен жаным тыныштық тауып, өзіңнен ғана жәрдем тіледім. Шайтан намазхан бауырлардың өзін бір-біріне айдап салады. Біз бейшара біліміміздің аздығынан айтаққа ереміз. Дін бауырымызды кейде кәпірден бетер жек көреміз. Сол үшін қияметте шырқырап тұрып жауап беруге тура келіп жүрмесін. Ынтымаққа ұмтылу. Нәпсіге қыл бұрауды тақап бұрай, шайтандар шақырады шатақ қадай. 3 күннен әр өкпелеу мұсылманның өзіне туғызады апатты жай. Жүре алмай бейбіт қатар тізе қосып, шылбырды асау ашу үзе қашып, шайтандар біз жаулассақ шаттанады, арманы мен амалы жүзеге асып. Білімді, білімсізді кешіреді, татуға тәңір берер несібені. Бауырлар бірін-бірі дұшпан тұтса, Алланың рахмынан кешігеді. Күндейміз, келімеждеп күлкетеміз, жетеді-ау түбімізге бұл қатеміз. Дұшпанның өктемдігін көтерсек те, ісіне бауырлардың шырт етеміз. Құдайдың бұйрығына құлақ аспай, момынды тұра алмаймыз ұрақ ашпай. Басқалар басқа шықса, былқ етпейміз, бауырға не көрінді шыдамастай. Бөлінбей жамағатқа, ағымдарға, ғайбатсыз тыныш жүрер шағың бар ма? Жойылып күл амалың күл болышып, жәннаттар айналмай ма сағымдарға? Айнала жүрген досқа айып тағып, дертінен тәкәппәрдің айықпадық. Қазаға жиналғандай қабақпенен жазаға жүрмейікші лайық болып. Бір болса Құранымыз, құбыламыз, бауыр боп кетпейміз бе түбін ағыз? Жек көру мұсылманды іблістен екенін қашан толық ұғынамыз. Қияға шақырса да қиялымыз, сақталып қалсын мүмін сияғымыз. Пайдамыз болмаса да бауырларға жүрмесін тиіп кетіп зиянымыз. Нәпсіңмен мықты болсаң, күресіп ал, дейсің ғой жығылады кім осыдан. Бауырдан ішің жиып қалдың ба сәл, шайтанның сөз жоғында үлесі бар. Мас болмай, ойды біліс улағанға, іліміздеп ұмтылсақ зулап алға. Алладан бауырларды аман есен салсын деп дұға тиіп тура жол. Дінсіз кетті бір ағам, дінсіз кетті.
бір рет азан шақырмай үнсіз кетті. Түртінектеп жүрді де тіршілікте, ақыр етін ойламай мұңсыз кетті. Бәлкім көшпес көңілден, көзден кетті. Жұрт айтқан жылы жұмсақ сөзбен кетті. Атақ абырой, мал мүлік жинап еді, бәрі қалып қос құлаш көзбен кетті. Жаяу кетті, көлігін мінбей кетті, медалінің бірін де ілмей кетті. Мүңкір нәңкір қоятын үш сұрақты, ең болмаса біреуін білмей кетті. Алтын басын Аллаға имей кетті, шариғаттың шарттарын сүймей кетті. Тым болмаса жұмада Раббысы үшін жай намазға маңдайы тимей кетті. Бұйрығына Тәңірдің көнбей кетті, көрден соңғы өмірге сенбей кетті. Көкірегінен Дарвин мен Ленин жаққан атеистік алау сөнбей кетті. Күліп келген күнәдан қашпай кетті, молда айтқан сөзге құлақ аспай кетті. Қос дүниелік бақытпен қауыштырар Құран кәрім парағын ашпай кетті. Жүрегіне сіңірмей иман нұрын, игіліксіз ғылымнан жиған білім, тірісінде тәрк еткен аяттарды жатыр оған бағыштап иман бүгін не пайда? Ей қара көз бауырлас, жауқазындай жалын жас, мұсылманды көргенде неге сонша қаның қас? Орамалын байлаған, жайнамазын сайлаған, қарындастан үркесің, тікен тілмен түртесің. Құрандыққа саңырау, хадистерге жаны жау, ездігіңнің белгісі өз дініңді танымау. Сайтан айтса сенесің, айтақтаса ересің, көрді жерді тересің, көкіректі кересің. Сөзің айтқан тірінде, қияметтің күнінде қайтып жауап бересің. Шошымайсың көргенде, кемпір беті сымпиған, коньяк ішіп сылқиған, колбаса жеп тыңқиған, қыз келіншек дегенде жылман қағып жыртиған. Ұяты жоқ шалдарды, иманы жоқ жандарды. 70-ке жасы таяған, намазхандарды аяған, қастарын теріп тауысып, қаламмен орнын бояған. Итін ерткен қасына, тарих киген басына, кемпірлерді көрсең де қарамайсың шошына. Мұсылмандығың осы ма? Көрінген төсі көйлектен, кіндігін ашқан бой жеткен, етегін тіліп шыққанда айталмайсың ау қой деп сен. Әйелдің көріп сайқалын, еркектің көріп сойқанын, қозбайды неге сайтаның? Осыны ойлап байқағын, алдына хақтың барғанда болу керек айтар. Қадір түні, алыс-алыс елдерде, асу-асу белдерде, тілек тілер Тәңірден, қадір күні келгенде. Қадір түні, ардақты мың айдан да, шаттық нұры шашылсын мұңайғанға, дәулет беріп немесе ләубет беріп, өз жаратқан құлдарын сынайды Алла. Салып қойған тағдырға терең өрнек, бір Тәңірден білгір де көреген жоқ, тілейікші адамзат баласына иман менен игілік бере білді. Татулығын тілей, ел мен елдің көлеңкесін түсірмей көлденең мұң, мейірімін оят деп жүректердің, пейілдерін кеңейт деп пенделердің. Ала-құла ойлардан арылса көп, қуаныштан жүректер жарылса тек, жамағат боп тілейік жаратқаннан, жақсылықпен жер бетін жарылға деп. Ақиқаттан адаспай, мыңсан арман, жайнан қағып жұлдыздай тұрса далдан, кірпік ілмей шығар ед таң атқанша, қадір түнінің қадірін білсе адамдар. Мұсылман мұсылманға бауыр, және оны қыспаққа алуы не сатқындық жасау тиісті емес. Кім бауырының мұқтажын өтесе, Алла оның мұқтажына көмектеседі. Мұсылманды қайғыдан құтқарғанды Алла қайғының бірінен құтқарады. Ал кім мұсылманның айыбын жасырса, қияметте Алла оны күн жасырады. Хадис. Көктем етіп көркейтсе де маңайын, көріп жүрміз өкпешілдің талайын, өшігуді қойайықшы өзгеге, кешірімді болайықшы ағайын. Көк нөсерін көл етсе де жауындар, көкпен жерді сел етсе де дауылдар, пейіліңді пенделікпен тарылтпай, мейірімді болайықшы бауырлар. Болашаққа қол ұстасып барайық, ақиқаттың аулын іздеп табайық, кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, кішіпейіл болайықшы халайық. Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп,
сонда дағы бөлінумен шаршап ек, өзімізге қалайтұғын нәрсені тілейікші, өзгеге де болса деп. Ұлттың қамын жүректермен ұғынып, жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, қаратайық құбылаға жүздерді, таратайық адамзатқа жылылық.